Benim Qorт бабам Рамазанов Махмат Рамазанұлы 1920 жылы Сосын ауылында туған. Бейік Ватан соғысы башланғанда ол Япония шегінде харби қызметте була. 1941 жылының жайында оны соғышқа жіберәләр. Бұл уақытта Мәскеуде соғышлар бара. Біздің ортта Мәскеу бет оңғыдан шегінер жер жоқ деп, олар батырша соғышалар. Дұшманларға еліне бермейлер. Qorт бабам 1941 жылының жайында қоты yorылана. Жошы оқты ол халак болғанар есімдігіне әлігі. Есімі әлді қаттар кетабында соқлана. Дауаланып шыққаш қырмыз соғышларында қотнаша. 265-ші гвардияның миномет полкына әлігі. Соғышшын тәжірибесі артқаш, аны роты командиры етіп белгілейлер. Qorт бабам Варшаваны азат етуде, Берлин-Ол операциясында, Берлинда жеңу парадында қотнаша. Соғышта көрсеткен батырлықтары үшін 1-ші дәреже, Ватан соғышы ордені, соғышшан қызметлері үшін медалі, 2 мәртебе батырлық үшін медалі, Варшаваны азат еткен үшін медалі, Германияны жеңген үшін медалі, Берлинді олған үшін грамотасы білен бүлеклене. Qorт бабам 1946 жылының 15-ші майындағына туған ауылына қойта. Соғыштан тәжірибесі соғыштан қойтқаш, әлі ол колхозда ферма мүдірі, бригадир, колхоз председателі, урын басары болып ішлі. Намыслы қызметі үшін грамоталар білен бүлеклене. Қызғаншыққа қоршы мен Qorт бабамның көру насып болмады. Ол 2005 жылының 11 январында вафат болған. Ләкин ғалабыз аның орден медальләрін, мақтау танықларын қадірләп сақлай. Ең мөхімі, аның батыр есемен матур ішлерін ұнытмай.